Достар, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Бүгін мен мына видеода сізді бай, қуатты қылатын 5 әдетпен бөліскім келіп отыр. Бұйырса осы 5 әдетті қалдырмай жасайтын болсаңыздар, кемі 40 күн деп алайықшы, 40 күн жасайтын болсаңыздар, бұйырса сіздер либо финансово, духовно тоже бұйырса бай боласыздар. И каждый қандай әдет, сол туралы қазір айтып беретін боламын. Бірінші әдетіміз ол бізде күнделікті ерте тұру. Өте банальный болып естілуі мүмкін, көбісіне ерте тұру қалай сен бай қылады, ол сен бай қылмайды ғой деп айтуы мүмкін. Мен де сол нәрсені ұстанатын адам едім. Бұрындары мен ерте тұрмай, түнімен жұмыс жасап, таң намазын оқып, ұйықтап, сосын сөйтіп обедке дейін ұйықтап жүретін едім. И қазір уақыт өте келе мен түсіндім, то что таңертең ерте тұру, ол бізде ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді ғой. Таңертең ерте тұратын болсаң, дұрыс. Таңертең ерте тұру деген сөз, ол дұрыс ұйықтау деген сөз негізінде. Адам түнде ұйықтайтын болса, өзінің гормондарымен банандай түн қараңғы болады, қараңғыда ешнәрсе көрінбейді дейді. Қараңғы болған кезде негізінде ұйықтау керек. Ұйықтайтын болсаң, организм толықтай восстанавливаться етеді. Восстанавливаться ететін болса, сен миың дұрыс жұмыс жасайды. Миың дұрыс жұмыс жасайтын болса, сен банандай керекті идеяларды, дұрыс мақсаттарды қоя аласың. Дұрыс мақсат қойғаннан кейін сен ол мақсатыңа дұрыс жоспар құра аласың. Дұрыс жоспар құру арқылы сен кез келген мақсатқа жете аласың негізінде. Сол себептен таңертең ерте тұру деп емес, лучше дұрыс ұйықтау деп ауыстырып алсаңыздар болады осы әдетті. Потому что ерте тұру үшін сіздер ерте жату керексіздер. Ерте жатып, ерте тұру дегеніміз ол полноценно түнде ұйықтау деген сөзбен бірді. Сол себептен дұрыс ұйқы ол денсаулықтың кепілі деп айтамын. Денсаулығыңыз мықты болса, миыңыз дұрыс жұмыс жасайды, гормондар дұрыс бөлінеді, витаминдар дұрыс бөлінеді, и соған соответственно сіздер миларыңыз дұрыс жұмыс жасайтын болады. Сол үшін обязательно ерте тұру. Ерте тұру деген бізде енді өзіміздің дінімізде, асыл дінімізде керемет айтылып қойған. Таң намазынан кейін ұйықтамау керек. Таң намазын оқып алыпсыздар, сосын күн шыққанға дейін ұйықтамай, ары қарай жұмыстарын жасап, күннің бастапқы бөлімінде айтқанда жоспарға арнағандарыңыз дұрыс болады. То есть бүгінгі күнімнен қалай өтеді деген сияқты. Енді екінші әдетке келетін болсақ, ол бізде спортпен шұғылдану. Тоже банальный болып естілуі мүмкін, потому что не үшін спортпен шұғылдану сізді бай, қуатты болуыңызға прямой әсер етеді. Неге көп спортпен шұғылдану дегенде мен сіздерге айтып отқан жоқпын, залға барып тренировка жасау керек немесе басқасын басқа деп. Спортпен шұғылдану деген ол үйде болуы мүмкін, ол разница жоқ. Но кез келген бай, қуатты мұсылман ол спортпен айналысу керек. Как минимум үйде отырып 20-30 отжимание немесе 15-20 минут тренировка жасау керек. Отжимание, приседание, пресс деген сияқты біздің қарапайым упражненияларды өзін жасау керек. Болмасам, бір адамға ол просто прогулка болуы мүмкін. Далада серуендеп шығуының өзі бір керемет спорт болуы мүмкін. То есть бұл спорт сіздің денеңізді толықтай тәнін тірілтеді. Сол арқылы тоже сіздің миыңыз дұрыс жұмыс жасай бастайды. Миыңыз дұрыс жұмыс жасаса, бағанағындай сіз дұрыс жоспар қоя аласыз, дұрыс мақсат қоя аласыз, и сол мақсатыңызға выгорать етпей, депрессияға түспей жете аласыз. Егер сіз спортпен шұғылданбайтын болсаңыз, сіздер тез депрессияға түсіп кетесіз, тез выгорать етіп кетесіз, тез стрессқа түсесіздер. Ал мына стрессқа түсірмей ұстап тұратын нәрсе ол дұрыс ұйқы мен спорт. Түсіндіре алдым ғой. Енді бізде үшінші әдетіміз сізді бай және қуатты қылатын, ол бізде күнделікті салауат айту. Бұл енді духовный жағына байланысты. Салауат айту, барлықтарыңыз білеміз, салауат айтқан кезде оның қандай пайдасы бар екенін, соның бірден бірі, бір салауат айтсаң, Аллах Тағала саған періштелері 10 салауат айтады дейді. Аллахтың өзі саған 10 салауат айтады. То есть сенің күнәларың кешіріліп, 10 күнәң кешіріліп, 10 жақсылық жазылады дейді, 10 дәрежеге көтерілесің дейді. Сол себептен салауат айту ол бәленің алдын алады. Сол себептен күнделікті салауат айтып, хотя бы 10 салауат күнделікті, 20 салауат, 30, 100, 200 сөйтіп көбейтсеңіздер болады. Салауат айту өздеріңізге челлендж қойсаңыздар болады. 40 күн бойы салауат айту деген сияқты. Одан кейін біздің төртінші бір керемет әдетіміз ол күнделікті садақа беру. Бұл енді тоже духовность мәселесіне, рухани жаққа кетеді. Не үшін садақа беру сіздің бай болуыңызға прямой әсер етеді? Потому что садақа беру ол біріншіден бәленің алдын алады. То есть сіз бір кәсіп жасап жатуыңыз мүмкін, бір жұмыс жасап жатуыңыз мүмкін, алдыңызда бір бәле келуі мүмкін. Сол бәленің алдын алатын нәрсе ол садақа. Өйткені мынандай бір хадис бар. Садақа беруге асығыңдар, себебі себебі апат садақадан оза алмайды. Түсінесіздер ма? Сол үшін садақа беру маңызды. Және де садақа беру бізге не үйретеді? Ол бізге беруді үйретеді. Тек қана алуды емес, беруді үйретеді. Бұл өмірдің заңдылығы сондай, сен бересің, содан кейін бірақ барып аласың деген нәрсе бар. Сол себептен беріп үйрену керек. И сол өсіп тұрса өте керемет. Мысалы, күнделікті ол садақа дегенде ол үлкен сума емес, сума маңызды емес. Мысалы, 100 теңгеден бастасаңыздар болады, 101, 102, 103, 104 күнделікті көбейту план қойсаңыздар, 1 теңгеге болса да оның өзі сізге өте үлкен көмегін беретін болады бұйыртса.
И енді керемет тоже 5-ші әдетіміз ол бізде финансовый учет жүргізу. То есть енді бұл қаржылай мәселеге келіп тіреледі. Адамдар қазір 90% адам деп айтсам қателеспейтін шығармын. Адамдар өзінің қаржылай сауаттылығын жүргізбейді. Қаржылай дисциплина деп айтайын ба, или қалай айтайын. Өздерінің қаншалықты ақша құртып, қаншалықты ақша тауып жатқандарын білмейді, қанша ақша тауып жатқандарын. Ана жақтан, мына жақтан зарплатада жұмыс жасау мүмкін, немесе кәсібінде вообще ешқандай финучет жоқ. ПНЛ, ДДС дегеннен ол жаққа кірмей ақ қойын. Самый қарапайым отчет кіріс пен шығысты есептеу. Саған қанша ақша түсіп жатыр, және қанша ақша сен құртып жатсың, қанша ақша таксиге құртып жатсың, қанша ақша тамаққа құртып жатсың, қанша ақша киноға құртып жатсың. То есть осының барлығын есептеу арқылы сен өзіңді дисциплинировать етіп, өзің конкретный бюджет қоя аласың. Мысалы, мен айына 5 миллион теңге табам. 5 миллион теңге тапсам, мен 2 миллион теңге айына құртам. Семьям бар, өзім әйелім бар, өзім бармын, квартирам бар, соның барлығын қосқанда 2 миллион теңге құртам. Значит, артында тұрған 3 миллион теңгені мен жинау керек. Сол сияқты менде видение болу керек. Если менде ешқандай видение болмайтын болса, онда менің қанша ақша тауып жатқанымды, қанша ақша құртып жатқанымды білмеймін. Енді особенно қазақтар ол нәрсені есептегенді жақсы көрмейді. Есептеген нәрсені вообще жақсы көрмейді. Документ, есептеген нәрсені жақсы көрмейді. Мына сізді бай болуға прямой әсер ететін нәрселердің бірі осы есептеу, үнемдеу, көп ақша табу. Енді логичный нәрселер. Бірақ адамдар бар, көп адамдар ақша табады, бірақ байымайды. Көп ақша табады, бірақ байымайды. Неге? Өйткені олар ешқашан ақшаны ұстап, жинап, оны көбейтумен айналыспайды. Оны ұстап, жинап, көбейтумен айналысу үшін сіз есеп жүргізу керексіздер. Түсінесіздер ма? Осы 5 әдет, самый базовый әдет. Если осы 5 әдетті сіздер қалыптастырып, 40 күн бойы қалыптастыратын болсаңыздар, бұйырса сіздердің бай, қуатты болуларыңыздың кепілі болады. Енді қараңыздар. Қазіргі уақытта мен өзім туралы айтып өтсем, Қасымбек Айдархан осы 22 жастамын, өзім кәсіпте жүргеніме 4 жылдан асты. Негізі одан да көп болды. Нақты бір кәсіпте жүргеніме 4 жылдан асты. Өзім саудагермін. Бізде кішігірім аудитория бар. Инстаграмда және ютубта. Осы аудиторияны жинап, біз кішігірім жоба бастаған болатынбыз. Осыдан 2 ай, 2,5 ай бұрын Бай мұсылман атты жобамызды бастаған болатынбыз. Ол жобаның жалпы бастапқы миссиясы, основной негізі целевой біздің аудиториямыз, ол ер азаматтар, ер адамдар. Біздің мақсатымыз мықты, бай, қуатты, бай мұсылмандарды, ерлерді тәрбиелеу. Біздің мақсатымыз осы. То есть, оны тәрбиелеу үшін, мықты дисциплинированный, бай, мықты, қуатты мұсылман болу үшін, осы 5 әдетті біз өзіміздің жобамызға кіргіземіз. Если сіз осы 5 әдетті қалыптастырып, мықты кәсіби орта іздеп жүретін болсаңыз, онда біздің Бай мұсылман атты кішігірім жобамызға кірсеңіздер болады. Уже 2 поток өтіп кетті бізде. 2 поток өте успешный еді. Бұл енді біз ақша табу үшін немесе бір нәрсе сату үшін ондай мақсатта емес. Бұл чисто өзімнің байша айтқанда миссиям ғой. Бай, қуатты мұсылман шығару, тәрбиелеу, оларға жол көрсету. Мен өзімнің кәсібім, өзім саудада айналысамын, біз интернет саудамен айналысамыз, басқа Ресей, Қытай мемлекеттермен жұмыс жасаймыз. Өзіміздің основной жүріп жатқан кәсібіміз бар. Мынау жоба жастарды, жалпы жас емес, тек қана кәсіпкерлерді, енді бастап жатқан кәсіпте жүрген адамдарды, дамығысы келетін, орта іздеп жүрген, өз-өзін қолға алғысы келетін адамдарға осындай керемет Бай мұсылман атты жобамызды бастаған болатынбыз. Бірінші, екінші легіміз бізде өте күшті өтті. Адамдар 100% риза деп айта аламын. Барлығында керемет результаттар бар. Олар баған күнделікті салауат айту, садақа беру, финучет жүргізу деген нәрсенің барлығын үйреніп, орта қалыптастырып, кәсіби орта жинап жатыр. Енді Бай мұсылман жобасы туралы кішігірім айтатын болсам, біздің Бай мұсылман осы 3-ші легіміз, бұйырса осының ораза айына келіп тіреліп тұр. Бұйырса 1 март бізде Бай мұсылман жобасының 3-ші легі басталып кету керек. Бай мұсылман жобасында бізде не болады? Кішігірім орта болады, ол жаққа бар болған біз енді 100 адамға дейін аламыз, пока контроль жасалатында 100 адам аламыз. 100 адамды біз орта жинаймыз, ол жақта постоянно апта сайын спикерлер болады, офлайн. Мысалы, бізде 2 пакет бөлінеді, стандарт және VIP деп. VIP деген ол жаққа кез келген адам кіре алмайды, ол жаққа тек қана кәсіпкерлер, бір определенный кәсібі бар, немесе кәсіпте оборот жасап жүрген адамдар ғана кіре алады. То есть отбордан өтеді. А стандартта жаңағы кез келген адам кіре алады. Онлайн болсын, офлайн болсын, разница жоқ. Жоба бізде жалпы 30 күн болады. Как раз 30 күн ораза бойы біз әр тарауих намазына бірге жиналып, тарауих намаздан кейін бірге отырып, ұстаздар болады, сол жақта білім алып, рухани толысамыз, және де одан бөлек біз әр апта сайын кәсіби білім алатын боламыз.
астында сіздер біздің сайттан көрсеңіздер болады. Сол жерде жалпы қандай спикерлер шығатынын көрсеңіздер болады. Финансовый дисциплина бойынша, кайдзен планирование бойынша, және де исламдағы кәсіп бойынша, сол бойынша бізде әр апта сайын офлайн спикерлер выступать етеді именно VIP-тарға. Вот. И заодно былай айтқанда мықты кәсіпкерлермен жиналасыздар. И плюс бізде сакский баня болады. Сакский баня ұйымдастырып, сақ моншасын ұйымдастырып, кәсіпкерлермен жақынырақ танысып, бірге араласатын боламыз. Вот сондай және күнделікті 5 әдетіміз бар ғой, бағана айтқан, сол 5 әдетімізді қалыптастыруға біздің кураторлар болады. Сол кураторлар күнделікті қадағалап сіздерді ұстап отыратын болады, былай айтқанда тонуста. Біз тренер сияқты боламыз, сіздерге кішігірім күнделікті салауат, садақа, финочет, солардың отчеттарын бәрін бізге жеріп отыру арқылы сіздер әдет бұйыса қалыптастырып алатын боласыздар. Вот, жалпы жоба осындай, және әр апта сайын осындай алматылықтарға медеуге шығып отырамыз. Медеуге горельникқа шығамыз, суық суға түсеміз. Жалпы полностью біздің ортаға кіресіздер, иншалла. Алла насіп етсе, ішінде может футбол ойнаймыз, басқа істейміз, жиналып отырамыз постоянно. Жалпы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, міне астында осы сайтта тұр. Кіріп көрсеңіздер болады, сілтеме тұрады. Барлық ақпараттарды, қандай спикерлер выступать етеді, соның барлығын көріп алсаңыздар болады. Мен сіздерді Бай Мұсылман жобасына күтемін. Уже бізде міне 1 март басталып кетеді. Все, саламатта болыңыздар. Барлық отзывтарды артынан көрсеңіздер болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.